Саламатсыздар ма? Бүгін рефлексио деп аталатын рефлексиямен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін мына архивті жүктеп алғаннан кейін архивтен осы рефлексио деген папканы шығарып аламыз. Осындай екі установочный файл тұр. Рефлексио сервер деген таңдасақ, мінекей осындай доступ сұрап тұр. Запустить батырмасын басамыз, разрешить басамыз. Мінекей, бұл бізде результат. Енді рефлексио деген батырманы басатын болсақ, мындай терезе шығады. Болғанда разрешить запустить деген батырманы басамыз. Мінекей осындай екі терезе шықты. Бірінші терезені оқушылар таңдауын жасайды. Яғни смайликті түрлерін таңдау арқылы бала сабақта алған рефлексиясы көрсетеді. Ал екінші сервер бағдарламасы мұғалімнің компьютерінде ашылып тұрса болады. Ал жаңағы бірінші рефлексио деген бағдарлама басқа оқушылардың компьютерінен ашып қоюға болады. Яғни бұны біз компьютерлік кабинеттерде қолдансақ болады. Сонымен қатар интерактивті тақтаға қосып қойсақ, балаларға ортақ осы бір рефлексияны қолдануға болады. Яғни балаларға ортақ бір рефлексия ашылып тұрады. Балалар жеке-жеке өздерінің пікірін айтып отырады және әр рефлексияға смайлдерін белгілеп отырады. Осылайша тақтада ортақ қосу арқылы жұмыс жасауға болады. Бұл бағдарлама офлайн жұмыс жасайды, интернетті қажет етпейді. Тек қана осы архив файлды жүктеп алу қажет. Сонымен қатар бұны компьютер кабинетте орнататын болсақ, бұл компьютердегі желі бір желіге қосылған болады. Яғни бір серверге қосылып тұрса, оқушылар смайлдер таңдаған кезде результат мұғалімнің тақтасында көрініп тұрады, яғни автоматты түрде көрініп тұратын болады. Осылайша бір серверге кіру арқылы оқушылардан рефлексия алуға болады. Назарларыңызға рахмет.